Ассалаумағалейкум, ағайын, бауырларым. Мына телефоннан қараймыз, интернеттен қараймыз, қаншама Қытайдың жігіттері мына қазақтың қыздарын танысуға, айттыруға келе жатыр дейді. Мынаны таратып отқан агент, өте намысқой, сондай ақша үшін барлық нәрсені сататын агент екен. Өзінің қарагөз қарындастарын жарнамалап, 15 мың үшін болмайтын, солардан алатын ақша үшін жеңгетайлыққа барып отыр. Бұларды сутенер деп айтады. Бұларды жоғары жақта отырған ағаларымыз қалай көрмей отыр, қалай бұған көз жұмып отыр, бұны да түсінбей жатырмыз. Мысалға, алайық, мына депутат ағаларымыз заң шығарады. Заң шығарғанда халыққа пайдалы заңды шығарғанын көрмеппіз. Неге десеңіз, өздеріне пайдалы заңдар шығарады. Қандай заң? Мысалға, взятка алу, оларды қамау, және соңғы кезде үй қамаққа, жеңілдетілген түрде үй қамаққа шығару. Потому что оны өздері взятка береді. Потому что халық кімге взятка береді? Халық ешкімге взятка бермейді. Оның өздерінің бастарына май жағалмай жүрген халық кімнен взятка алуы мүмкін? Өздері взятка алатын болсын, осындай жеңіл заңдар шығарып қойған. Және бір заң шығарды, ол мына жүргізушілерге арналған заңдар. Бұларға штрафты өлтіріп салып қойды. 18 мың, 20 мың. Ол, мысалға, өзінің семьясын зорға асырап жүрген адамдар оны тауып беріп бірдеңе қылып төлейді. Ал депутаттардың, олардың өздерінің штраф төлеп атқанын ешкім білмейді, және көрмейді. Оларға штраф жазылмайды ғой. Оларды гай тоқтатпайды. Ешқашан. Гайлардың өздері де бұзып жүреді, заңды көріп тұрмыз, мәшәдейміз, көріп жүреміз, бірақ олардың штраф жазып атқанын ешкім көрмейді. Олар штраф жазбайды. Сорлайтын, мына өзінің басына май жағалмай, балдарын асырап зорға жүрген адамдар төлейді. Енді бір қарагөз қарындастарым, сіздерге айтатыным, Қытаймен танысам деп, анаумен танысам деп, бұл өте сорақылық. Өздеріңді ойламасаң да, үйлеріңді, ағаларыңды, әкелеріңді ойлаңдар. Олар намыстан жарылуы мүмкін. Қыздарға 40 үйдің тыйыл дейді, оны мен айтайын, ағалары қайда қарап отыр, әкелері қайда қарап отыр. Олардың намыстары жоқ ба? Намыстары жоқ болып тұр ғой. Біздер баяғыда басқа ұлттарға, мысалға түріктер, олар мұсылмандар. Соларға қыздарымыз кетсе қиналатынбыз. Ана түрікпен жүр, ана Әзірбайжанмен жүр деп. Енді соған зар болып қалдық. Мына исламда да айтады, орыстың үйіне кіріп тамақ ішуге болады, қытайлармен даже бірге отырып тамақ ішуге болмайды дейді. Ертең көресіңдер, бақашаянды жейді. Бұл қытайлардың өздерінің істеп ойлап тапқан амалдары Қазақстанға кіру үшін. Егер де осы агент Ақтауда болатын болса, адайлардың арасында болатын болса, ол бір күнде болмайды. Мен оны білем, адайларды қандай екенін. Енді бір сіздерге айтатыным, жоғары жақта отырған депутат ағалар, егер де мен артық айтып, қатты айтқан болса, мені кешіріңдер. Мені кешіріңдер. Егер де мынандай бір заң шығаратын болсаңдар, енді шығарған заңдардың ішінде, кімде-кім қыздарын басқа ұлттарға беретін болса, ол Қазақстанның заңымен қудаланады деген заң шығаратын болса, онда соның ішінде сол заңды шығарып, және сол үшін бір адам құрбандық керек десе, мен өзімді берем, қиналмастан берем. Мен өзімді білем. Потому что мен қазақ үшін, халқым үшін қиналам, қатты қиналам, өте намыс қоймын. Және қазақтың намысын қорғайтын, қазақтың елін қорғайтын небір батыр жігіттерді апалып түрмеге қамады. Және түрмеде оларды ұрып-соғып сындырды, және айтты, біздер бәрін бағындырдық деді. Қазақстанды ертең кім қорғайтын кім біледі. Мынандай агенттікпен жарнамалап атқан адамдар, болмайтын ақша үшін қара көздерін сатып атқан адамдардан барлық нәрсені көруге болады. Сол депутаттардың ішінде жақсы білетін мен адамдар бар. Ол Бекболат аға, Мұхтар Шаханов аға. Осы заңды қалай бұлар көздерін жұмып көрмей отырғанда таңым бар. Қарагөз қыздар, қарагөз қарындастарымыз, олармен ешқашан танысуға бармаңдар. Ешқашанда. Неге десең, өздеріңнің бауырларыңды, өздерінің әкелеріңді жер қыласыңдар, болмайтыны ақша үшін. Нағыз егерде болмаса, егерде Қазақстанда қыз көп дейтін болатын болса, екеу, үшеу әйелден алайық. Басқа амал жоқ.
басқа Қытайға бергенше, одан да 2-3 әйел бағып, өзімізбен өзіміз, өз қотырымызды өзіміз қасиық. Біздің қазақта болған бұрын әмеңгерлік. Егерде ағасы өліп қалса, жеңгесін ешкімге бермеген, басқа ұруға бермеген даже. Өзінің әмеңгерлікке қайнысына, болмаса қайнағасына үйлендірген. Құлақтарыңа алтын сырға жоғары жақта отырған ағалар, осындай бір заң шығаруға, қазақтың қыздарын бас құртқа бермейтін заң шығарсаңдар, қазақтың небір адамдары күн көре алмай жүрсе де сендерді көкке көтеретініне мен сенімдімін.